Мынаны қараңдар. Маған келсең, камерасын қойып қояды, микрофоныңды беріп қояды, былай. Все, кеттік дейді. Сөйлесеміз дейді, әңгіме қыламыз дейді, әңгіме. Маған бір пиздец святой отец-тікі қол. Все снимаю, да? Ага. Всем добрый вечер или доброго времени суток, дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в городе Шымкент, в плену. Этот человек отобрал мой паспорт. Футболға? Бізде, как обычно. Жүдді тәлпіштедім ойнайтын болыпты реал. Жас балдар болғаннан кейін ба, Модрич мен Тони Кросты ерте жеріп қойды ма? Биыл ала ма Лига чемпионство? Басқа вариант жоқ, ау деймін андай составпен. На! Десе. Маған ше ойымша ортаны жөндеу керек. Футболда өзі сондай заң бар ғой, орта кімдікі сол ұтады деген. Мына фенді, құрметті көрермендер, Заир өзінің размеріне лайықталған ғой. Үлкен размерлерден қорқады екен деген. Астананың составы Назарбаев президент кезінде сондай еді. Әлі өзгерген жоқ. Одан кейін біздің ел бір сәл болмаша революция өте жаздады. Астана составы әлі өзгерген жоқ. Мысалы бізде Лига Европаға бірақ команда жіберіледі. Тоғыз санағада қанша 4 команда жіберіледі ма бізде? Общий. Қалай? Лига чемпионов, Лига Европаға 1 команда и Лига конференцияға 2 команда, бізде. Иә. Чемпионатымыз 12 клуб. Сонда жартысы барған ма? Бәрі өтіс кетсе жартысы барған бола ма? Люксембургтың командасы ма? Астана ма? Жоқ, Ордабасы. Стадионда көріп отырмын, ұйықтап қалғадым емес па? Стадиондағы матчта ұйқым келіп жатыр. Вообще ойын. Сон Ордабасы жайлы ше менің ойым. Нечайно чемпион болып кеткен сияқты ше. Былтыр ма? Иә. Жоқ, мынау состав мықты ғой, неге ол нечайно дейтіндей состав ба? Жоқ, мынау состав сондай мықты болса хотя бы бір жерге жету керек еді. Тренердің несі дәрежесі шығар ғой. Лига чемпионовтан прямой лига конференцияға құлады ғой. Исламхан Иньеста ғой мен үшін. Ол кезінде өте жақсы футболист еді. Сонда осылай прикольно алсам. Қалай қарайсыздар? Или өсіріп арттағыдай арыстан болайын ба? Ой. Просто по жизни арыстанмын да, не аламын? Шашымды арыстан қыламын. Маған еркек екенін білдіру үшін Заир сияқты сақал жіберу жоқ маған. И так та білем ғой еркек екенін. Туф, не деген красавчикпін деп айтпаған барза болса. Ту, яп твою мать. Мен сондай красавчикпін ғой. Естіңіз да, Роналдо чемпионат мирға барады екен. Роналдо евроға қатса ба ендікісіне. Роналдоны алып тастадық дейді, оның орнына кімді алады енді сборная Португалияға? Мен тренері болсам айтам. Енді тренер емессің ғой, қыстырыспай отырсыз, сборная Португалияның тірлігіне. Жоқ, іште көрдіңіз онса еврода да іштің андай бір нормальный тірлікті істеген жоқ қой. Просто Роналдоның басқа рөлі бар ғой, авторитет деген сияқты. Қазір дүние жүзінде Де Брюйнеден жақсы игрок бар ма? Жақсы игрок дегенде жақсы ойынды құратын игрок жоқ. Де Брюйнеден басқа? Родриш. Ямаль демейін. Ямаль енді, Ямаль де. Жоқ, мысалы да, Де Брюйне жаңа көп гол соқпайды, просто оның позициясы басқа да. Учитывая ту игру, которую он проделывает на своей позиции, есть ли игрок лучше, чем он сейчас в мире? Жоқ. Өз жұмысын Де Брюйнеден жақсы істейтін адам бар ма? Ондай болса жоқ ау, наверное. Мысалы біз кеше інім екеуміз отырып спорластық. Де Брюйне дейді, ондай футболист емес дейді, тарихта қалатын футболист емес дейді. Просто Де Брюйне Манчестер Ситиға түсіп болды. Бәрі андай кросс дейді. Мен ойлаймын, Де Брюйне кросстан әлде қайда мықты. Просто кросстың подачалары точно да. А Де Брюйне мысалы всем советую хайлайты, лучшие ассисты Де Брюйне посмотреть. Кросстың не жетпейді ондайға. Кросстың точности бар да? Жоқ, кросс
арада бір беріп қояды, сондай пас болды да, анау жанат да. Жоқ, просто андай да, он эпический да пастары. А Де Брюйне постоянно производительный. Что сборныйда. Просто егерде кезінде Де Брюйне Дортмундский Боруссиядан прямиком Реалға кеткенде көтін қысып. Ой, та Реалды дығады ғой. Мақыл. Жоқ, енді предлагать етті ғой оған. Сол кезде. О кросспен бір орынға таласпаймын мен, ойнаймын деді ғой. Мысалы, Манчестер Сити андай команда да, бәрі жек көретін команда да. Деньгами построены деген сияқты. ПСЖ-ның сияқты команда ғой, короче, не любят эту команду. Ему, чтобы любовь народа завоевать, надо было в команду с историей. Өлді дегенде Милан сияқты бір командаға бару керек еді да. Дортмундтан шыққан білем. Дортмунд негізі составын бәрін қайтып шақыратын болса ше. Дүние жүзінде отатын командаға алмай қалады оларға. Не деген адамдар шыққан ғой? Ой, Ла Масиядан шықпаған ба, не сонда? Қақтан? Ла Масиядан Барселона шақырса не болады ол? Бәрін шақырса. Шақыра берсін, ешкім жоқ болады. Мессиден басқа түкте жоқ. Ой, давайте сіз Дортмундтан санайсыз, мен Ла Масиядан шыққанды санайын. Ойбай, әкеші Google. Google дей ма? Просто Дортмундтан шыққан адам бәрін бір адамның миына тығып қою мүмкін емес те, өйткені жоқ, бір адам емес қой, бір Месси емес қой. Мен қазір ортаны айтатын болсам, Бускетс, Иньеста, Хави десем, бұл кім тең келеді оған? Бәрі? Ешкім тең келе алмайды, о үшілік. Бәрі келеді. Просто бірге ойнап қалыпты олар сол моментте. Болды? Саған қатты сол не болып тұрды андай. Причина болып тұрды. Ой, үшеуіне тең келетін, мысалы, любойны қойым. Үш центральный вот. Ползащитник. Мен саған Фернандо Мориентестің уақыттарын айтатын болсам, бір футболист танымайсың ғой сен? Сіз ана динозавр кезді айттың ба? Енді болды ғой, сен ешкім келмейді деп жатсың. Олардың да динозавр болды, 40-қа келген жігіттер ғой. Қайта айтайын ғой, сол Иньеста мен Хавиін пихать ете береді. Ой, сондай мықты болса, екеуін біреуі бір золотой мяч алатын еді ғой. Мессиге берді ғой, бермеді ғой. Қайта ғой. Көрдіңіз ба, бір рет Иньеста, Хави, Месси болып шықты ғой. Конкретно алатын, ол позицияда алатын адам алатын еді. Алды ғой Модрич. Ал дейсің ал. Олар кәртегеннен кейін алды ғой. Не болса, алар кәртегенде де алмады ғой. Енді Модрич мықты ма? Модрич енді екеуін қосқанда мықты емес, по отдельности алғанда Модрич больше сделал. Талант жағынан, конечно, Хави, Иньеста Модричтан мықты. Бірақ болды ғой. Жұмыс бойынша Модрич больше добился, больше сделал. Ну, больше добился емес, Хави, Иньеста екеуі двукратный чемпион Европы и чемпион мира, иә? Модрич түк алмаған екен ғой, лига чемпионтан басқа. Чемпионат мирді Испания емес, Барселона ұтқан негіз. Мессидікі просто талантты. Роналдо сияқты еңбекқор болса. Ой, мен талант, Неймар талант деді ғой, не болды ол? Неймар совсем тентек қой енді, алқаш қой. Енді бұл да енді сөйтіп тентек болса, кән талант ештеңе. Бұл да еңбек етеді ғой. Роберт емес қой. Кішкене еңбек етеді. Ой, кезінде анау Лос-Анджелес Galaxy жинаған еді ғой, европейский визаларды. Даже Ибрагимович ойнаған жоқ қой, иә? Португалия ше. Чемпионат Европада бірнеше рет алу үшін, сосын чемпионат мираны біраз жеріне жету үшін, негізінде конкретно Рикардо Куарежма дейтін футболист болатын. Қазір 30-дан асып кетті ойында. Сол футболист кезінде Арабияға кетіп қалды, бірақ таланты өте мықты еді, нереально крутой еді. Сол жігіт егерде Арабияға ақша қуалап кетпей, Европада қалып, ары қарай неғылған дамығанда Роналдың қасына сонша жылдар бойы бір адам болатын еді. Нападениеде жақсы. Қазірді состав подарки емес қой, Португалияның, вы чё? Аны состав. Негізі чемпион болатын состав қой. Кімді айтасың, Бернардо Сильва, Жоао Феликсті ма? Болды ма? Бруно Фернандеш па? Қанша киіп отыр ол жігіт? Қаншаға шашы ағарып отыр ол. Конкретный состав Португалияның когда-либо нормальный болған, ол 2004 жылы. Роналдо в расцвете сил, Луиш Фиго, Фернандо Нуну, Манише, Каштиньо. Вот сол состав, Жоржи Андрадо. Сол состав кезінде алды. Туысқандарды бейт танымайтын шығарсыз. Не қарайсыңдар?
Қарамаңдар. Не қарап отырсыңдар? Мен қайыққа сөйлеп жатырмын. Қарағанша, сен неге Германияға кетпей тұрып, мен Шымкентте жүрдім ғой, Алматыға көшпей тұрып. Сол кезде бұндай ақ емес еді шашым, Жоқ, бұндай слишком емес еді. Сол Алматыда жүріп шашым ағарды, одан кейін Шымкентке қайтып келіп, мысалы, сәл-сәл нормальный болып отырмын. Қашан айтпақшы той? 2 айдан кейін. 2 айдан кейін? Эл Классико болады ғой октябрьде. Эл Классико күніне турлаймын, короче. Тойыңды да экранға қойып қоясың ба? Айырып жібергенсің ғой. Осы Заирда тек қана кигізу мен шешу ғана эффектный. Процесс работы очень скучный. Негізінде мен басым саған сразу оңай болды негізінде. Сразу таптың ғой прическаны. Андай ғой. Оңай адамдікі оңай болады ғой негізі. Шеше. Красиво. Короче, смотрите, ситуация какая. В общем, это барбершоп. Но, короче, в барбершопе Заир есть. Потому что не может быть в барбершопе человек по имени Заир. Там должен быть Роберт, Энрике, Эрик. Там бәрі занят. Понимаете? Занят. Если в барбершопе есть человек по имени Заир, это уже парикмахерская. Бүгін жоқ. Он должен был переименоваться в Закария. Или кого еще? Какой-нибудь Эдвард какой-нибудь. Ну, Заир Не, это вот тот. не барбершопское имя, понимаете? Это парикмахерское имя. Менің атым ба? Понимаешь? Чтобы это место барбершоп был барбершопом, тебе нужно быть каким-нибудь Эдуардом, каким-нибудь, но не Заиром. Понимаешь? Смотри, если ты Заир, то это уже не барбершоп, а парикмахерская. Ладно, шутки шутками. Приходите в барбершоп Лайн, потому что я здесь уже столько лет 6-7 стригусь. Вот этот чувак в Германию уезжал, а у другого здесь стригся. Все, давайте. Не деп жатыр мынау. Короче, өте керемет екен, жақсы екен, келіп тұрыңыздар. Ой, бір жақсы демалдым ерде отырып алып. Желкем жеңілдеп қалды. Приходите все в барбершоп Лайн. Давай, пока-пока.